Перзат. Саламатсызбы. Өтө жакшы, сиз калайсыз? Жакшы. Адем болуп турсуз. Перзат, сизде енді кеше бір қуаныш болды ғой. Тіпті біз кеше Нұрсұлтан жалғыз өзін түсіруді ұмытып кетіппіз. Өте көп Перзат екеуміз түсіреді, бірақ жалғыз өзі түспеген. Я ол маған да айтты, жалғыз өзім түспедім деп. Енді кеше бізде қатысушылар тойлатты, кәдімгідей. Я караокеге бардым. Бүгін бәрі кешігіп, әрең дегенде келді. Сол, негізі сайыс әділ өтпеді дегендерге не айта аласыз? Я 100% могу сказать, что сайыс әділ өтті, потому что бардық заданияға именно Нұрсұлтан с ответственностью относился. И столько вложений он сделал. Қалайсыз Арке? Жақсы, Енді орын алған жігіттердің қыздарынан сұрап келе жатырмын. Сіздер разысыздар ма әйтеуір? Кеше бір көзіңізге жас алып қалған болатынсыз, және де ол қуаныштың жасына ұқсамады негізі. Бір өкініш па әлде білмеймін. Одан көбін күтіп қалдыңыз ба? Жоқ, негізі осы күнге дейін, өнер сайысына дейін Нұржан екінші болып келеді ғой. Сосын сәл енді мүмкін сәл андай нетіп қалғаны бар шығар, өзім қатыспасам да біртүрлі болып қалғаны бар. Енді еңбегіңіз бар, Я. одан бөлек қолдауыңыз бар. Ну, еще андай смешное чувство болды. Бір жағынан мен қатты қуанып тұрдым. Негізі үшінші орынға да елігі өте жақсы результат. Негізі Нұржан басынан бастап, мен мүлдем орынға ілінбеймін деп келе жатқан қатысушымыз еді. Бірақ суырып шықты ғой әйтеуір. Негізінде сосын біз ойладық, шынымен де қатыспаймын деп айтты. Соның өзінде мысалға осындай результат. Қалайсыз Нұржан? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Үшінші орын. Сізді осылай атайық па қазір? Нұржан үшінші орын деп. Нұржан үшінші... Жоқ, қайшын үшінші орын десің керек, жүгіріп барып қалатырмын қазір. Нұржан, сіз хейтке қалай жауап бере аласыз? Хейтке? Мән бермеу керек болды, мен жауап берем келмейді. Хейтке жауап берем Сен мән бермейтін адам берсің ғой, сен бұл кәдімгі аудиоптен айтпағанда. Жоқ, енді жекеге өтіп, әке шеңді боқтап атқан кезде шыдай алмай, мен де жазған кездерім болды, бірақ көп емес. Андай, мынау районға өтші деп па? Есітші. Жоқ, оны естіртуге болмайды. Жалпы осы Ханзада бойынша хейт кетіп жатыр ғой енді, әділ болмады деген сөздерге. Менің тарапыма хейт кетіп атқан жоқ, әділ болмады деп жатқандар енді олар сырттан ғана көріп отыр, іште көріп отырмыз, қандай жұмыс болып атқанын, қандай еңбек болып атқанын. Менің ойымша бәрі әділ өткен сияқты. Әркімнің өз ойы бар. Беген қонағымыз сол осы біздің Ринат мырза және келіншегі Анар ханым. Қалайсыздар? Жалпы сізді жоғалтып алған едік, бір дұрыс емес кеткен едік, бірақ осылай келіп өзіңіздікін айтам деп, кешірім сұрайым деп келгеніңіздің өзі негізі ерлік, құрметтейміз және күткен едік сіздерді. Енді өзіңіздің бір саламатсыздар башаларыңа, баша қазағыға ассалаумағалейкум. Осылай жауапсыз кетіп қалғаныма ренжімеңіздер, бірақ жауапсыз кетсем де, бірақ результатпен келіп тұрмын. Осы қыздың себебіне кеттім. Соны баша елдің халқының алдында көрсетіп әкелгенім бар. Бір ай жарымда шақ қондырдым. Осы Ринат мырзаның бір сүйген адам қандай болады деп елестеткен кезде дәл осындай әдемі кісі екен Анар ханым. Осы біздің енді Қосайық студиясы, енді сіз де біздің бір бөлшегіміз деп санаймыз. Өйткені Ринат мырза да бізге бөтен адам емес. Әрқашан сіздерді қонақта күтетін боламыз. Нұрсұлтан, енді сізден стористі бастамасақ қате болады ау. Дәл осы моментте енді лентасы да кеп қалады бұл кісінің. Ұстап бола саласың да бұны. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Ханзадалықтың бұл басылып жатыр ма әлде әлі сол бір эйфориямен жүрсіз ба? Негізі қатты сезілген жоқсың. Неге? Сенің де болғаннан кейін ба? Ой, мен білдім ой десеңізші. Мен білдім. Это было ожидаемо. Негізі сізге енді қанша мадақ сөздер келіп жатқанымен хейт те келіп жатыр. Сол хейтке айтарыңыз бар ма? Аман болыңыздар, бар болыңыздар, бақыт болыңыздар, басқа еш нәрсе айта алмаймын. Жоқ, андай по факту мысалы әділ емес деген сөзге не дейді? Әділ емес дегенде, мысалға көбісі айтып жатыр екен, Нұрсұлтанды редакция дайындап қойды уже, типа сайлап қойған екен. Қайдан білсін мен редакция жек көретін деген сияқты. Өлі, бізде мүлдем ондай нәрсе жоқ. Жоқ, сондай біз бәрін бірдей көреміз. Енді көбісі айтып жатыр екен, сатып алды, бүйтіп алды. Бұл жақта ондай система жоқ, сатып алу деген сияқты. Бұл жақта барлығы әділ өтті деп ойлаймын, себебі басынан бастап очконы есептесек те
енді мен мақтанғаным емес, шынымен де расымен де сәл 2-3 ұпай болсын мен осып кетіп тұрмын негізі. Шерхан өзі айтады деп ойлаймын. Сатып алады бұлар. Тақтан тегіп жатыр. Әзіл енді қалай сатып алады деп барлығы тікелей эфирде өтіп жатыр. Барлығынан жоғары балл алды ғой. Көзімізбен көрдік. Мені просто біреу шалып кетті деген. Аяқ қояйын кім екенін. Бір бастапқыда деп қойсаңыз. Бірінші күні құлатты. Жоқ, бұл бұйырғаны енді, иә? Бұйырған басымызға жазылған осы, мен бастан бастап айттым ғой. Егер басымызға Ханзада болу жазылса, значит боламыз деген сияқты. Болмаймыз ба, болмаймыз. Ал кеше бір Саддәулет сияқты ақ костюм кигеніңізді қалай түсіндіресіз? Жоқ, мен енді келе жатқан кезде негізі осы жақтан өз. Мына енді Шерхан отыр. Сіздер бірге жүретін болғансыздар ма қазір?